Қошқар мен теке. Баяғыда, есте жоқ ескі заманда, қай жерде екені нақты белгісіз. Әйтеуір қазақ даласында, мүмкін сарыарқаның төрінде болар, мүмкін қазғұрттың етегінде болар. Шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың қорасында жалғыз қошқары мен текесі бар екен. Қошқар достым, қалай ойлайсың? Бақыт деген не өзі? Бақыт дейсің бе? Білмейм, теке. Мүмкін жасыл шөп, жылы қора. Сосын қожайындарың жақсы болса, сол бақыт шығар. Біздің кемшілігіміз осы. Шөп көп, қарын тоқ, қорамыз жайлы, құйрығымыз майлы болса болды. Одан басқаны ойламаймыз. Бізге романтика жетіспейді. Жүр. Ане, қарашы. Анау сарқырап жатқан өзен. Одан әрі кең жайлау. Ал оның ар жағында не бар деп ойлайсың? Білмейм, теке. Ай, осылай дым білмей, еш нәрсе көрмей өмірден өте береміз бе? Өмір дегенің мына менің құйрығым сияқты қып-қысқа, зау етіп өте шығып. Бізге неге сол жаққа барып өз көзімізбен көрмеске? Мүмкін ол жақта шөптері дәмдірек, өмір мәндірек шығар. Сен бұған не дейсің, қошқар? Білмейм, теке. Есіңде болсын, қошқар. Кімнен естіп едім? Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген сөз бар. Өмірімізді жақсарту өз қолымызда. Қысқасы, ертең таң атпай сапарға шығамыз. Опа! Көңіліңді көтер. Ей, қошқар, тұр, таң атып қалды. Тұр деймін, тұрсаң енді. Ей, тұр деймін саған, маубас. Ей, теке, тұрсаңшы, таң атып қалыпты ғой. Ой, сенде. Ата мен әжеге қиын болды. Оларды жалғыз тастап барамыз. Иә, қимайсың. Бірақ бақытқа жету оңай деймісің? Сол жолда көп нәрсені құрбан етуге дайын болуымыз керек. Ал сен дайынсың ба? Білмейм, теке. Жүр кеттік. Күн батпай біраз жер жүріп тастайық.
Qaraшы, qanday raqat. Өзіңмен өзің, еркіндікте, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Қандай керемет. Сәлем, сұлу қыз. Қарындас дейін бе, әлде жеңеше дейін бе? Біз сиыр деген боламыз. Мен сіздер жайлы көп естігем. Сиырларды момын, берекелі. Әрі қараға жататынды білемін. Жақсы сиырлар күнде 20 литр сүттен беретін естігем. Білесіз бе, сұлу қыз? Танысқаныма өтте қуаныштамын. Мен Ортеке болам. Қоя тұрышы, қошқар. Қой дедім, қошқар. Қошқар! Я, жігіттер, жайма? Әлде бір нәрсе керек пе? Айыпқа бермаңыз. Біз шай... Мынауың дәу ғой. Жол сұрайын деп едік. Жүрсеңші. Жүр енді. Жақсы. Осы кейбір жануарларда мәдениет деген мүлде жоқ. Айтсаң өзімізге тиет. Мал болып кеткен бәрі. Жай ғана танысып, жөн сұрауға да болмайды ма? Ей, қошқар, мен саған айттырмын ғой. Маған ба? Онда білмеймін. Ай, сен де. Қарашы, қандай ғажап. Байқайсың ба, бұл жердің түні де сондай әдемі екен. Теке. Ауасы да өзгеше. Жусанның иісінің тамашасын ай. Міне, мынау недің даусы? Өзі керемет екен. Білмеймін, теке, бірақ қасқырдың дауысына ұқсайды екен. Ой, мынау қасқырдың дауысы ғой. Қошқар, не істейміз? Қазір олар келсе, шаруамыз бітті деген сөз. Бірдеңе десеңші. Білмеймін, теке. Ой, сен де, тез табанымызды жалтыратайық. Ой, теке. Ой, су жүрегім, ай. Осы екізден көршіз бай. Екеу ғана жүргеніне қарағанда адасып қалған болу керек. Мұрныма иіс келеді. Олар алыс кетпеген сияқты. Тездетейік. Қарадақ, дауыс жақындап қалды.
сәлем, жігіттер. Айтпақшы, таныс қойық. Ортекем, мынау менің досым Қошқар. Ал сіздер... Құттөбе бөрі басар. Мына ескі тілімен жағына сеніп қалған екен. Осыны бірінші жейік. Қошқарды кейінге қалдырайық. Жігіттер, бұларың не? Біз бұл жерге қонақпыз ғой. Қошқар бірдеңе десеңші. Тияғыңнан айналдым. Ой, оңбағандар. Қайда Қошқар? Қайтамыз. Олар қайтадан келеді. Есіміз барда елімізді табайық. Қайтқаны нес? Енді бізді бұл маңда ешкім де мазаламайды. Қасқырлар қашып кетті. Эй, кім бар деймін қарсы шығатын? Эй, не болды сендерге? Тағы да таяқ жегілерің келе ме? Не істейміз? Ойлан. Қошамыз. Білесің бе Қошқар, бақыт деген өз отанымызда, өз үйімізде екен ғой. Тек оны бағалай білу қажет. Ал біз оны алыстан іздеп қателеспіз. Мен соны енді түсіндім. Білемін теке. Қолсозы бар бандарға, бақыт іздеп барғандарға. Жетерде үміт үзбей келеміз, жолда біз, сіздерде бізді қолдаңыз. Бәрі де біздің қолда, шығайық қорықпай жолға. Әрқашан бірге болсақ достармен, байқаңыз, көңілді әндер айтамыз. Асырсап ойнаған, қандай ғажап айналам, табиғаты әсем жайнаған. Жаңаша, тамаша, қызығыңа тоймағам, айналамда өмір қайнаған. Бекерге өтті уақыт, алыстан іздедік бақыт. Таба алмай бірақ соңы шаршадық, қайта біз туылған жерге қайтамыз. Асырсап ойнаған, қандай ғажап айналам, табиғаты әсем жайнаған. Жаңаша, тамаша, қызығыңа тоймағам, айналамда өмір қайнаған.
Қошқар мен Теке. Сенсің менің нағыз досым-ай, өмір бақи бірге қасыңдамын мен, ештеңеден жүрмін танықпай, қасқырдан да тіпті қорықпаймын мен. Теке мен Қошқар айрылмас достар, жеңіске бастар көп алда жоспарымыз. Береке болсам, қорамыз толсам, бақытқа жол сал, көбейсін достарымыз. Бүгінге жетер енді Қошқаржан. Қалай ойлайсың? Қораның ішін айналып 10 рет жүгіріп шық. Содан соң демаларсың. Сен мені мына түріңмен өлтіріп тындырарсың. Міне қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Ой, сен де, мақалыңа сақалым. Шөлде бөліп барам. Мыналар бізге су бере ма бүгіндікке? Ата көрінбейді ғой өзі. Шалды көрмедің бе, Қошқар? Білмеймін, Теке. Базарға кеткен болар. Базар жоқ, шал да жоқ. Су беріңдер, су! Су! Ей, үнің өшкір, Теке. Бақыра берме, шыдамсыз неме. Бәсің. Айналайын қой жарықтық момын ғой. Келе қойыңдар ғане. Ана шалы құрғыр жоғалды бұзаудың артынан. Таңертең кеткен ет әлі жоқ. Аман болса жарар ет. Жаным-ай. Шыламаған балаға емшек жоқ деген. Солай емес пе, достым? Мен бақырмасам, мына кемпір келместе еді ғой. Атаны бұзау іздеп кетті дей ме? Ол қайда кетті деген құлағы қалқиып. Білмеймін, Теке. Бірақ ата келмесе, бізге кешке жемді кім береді? Келмегені қалай? Біз сонда жемді сусыз қаламыз ба? Мына кемпірге күніміз қараса, жетіскен екен біз. Оның рас, Теке. Біз атаны қайткенде де табуымыз керек. Сен не деп кеттің, Қошқар? Ата жоғалған малын іздеп кеттің. Ол дұрыс. Ал сен малдың жоғалған адамды іздеп кеткенін көргенсің бе? Оның үстіне біз өз қорамыздан бір қадам аттап шықпауға уәделескен жоқпыз ба? Сен қадамын десең, өзің біл. Ал мен атаны іздеуге кеттім. Хоп! Ей, тоқта, Қошқар! Бөлінгенді бөрі жейді емес пе? Мен сені қауқатерге жалғыз жібере алмаймын. Қысқасы, бірге барамыз. Рахмет, достым. Қорада жалғыз қалуға қорқып ілеспесең болды айту. Ол не дегенің, Қошқар? Мен бе қорқадым? Мына сен үйреткен жаттығулардан кейін маған қасқырларыңды түгеме. Ер соңымдан! Ай, мақтаншағым, ай. Ой, қалай атылады өзі? Бет аулақ атылып кетер. Ал шалым, қалай сенің қалың? Қайда әлгі Қошқар мен Текең? Әлде сен оларға керек болмай қалдың ба? Қожайын, олар келеді, күтейік. Бұл шал бұзауды әдейі ұрлап кеткенімізді білемі өзі? Бізге керегі бұзау емес, ана екеуі ғой. Қоянды қамыс, қасқырды намыс өлтіреді емес пе? Есіме түссе, еңіреп тұрып, ұлығым келеді. Көтер басыңды көк жалым. Кек қайтарар күн туды. Шалың анау, мылтығым мынау. Енді оларды ешкімде қорғай алмайды. Бір-екі менмін деген бөрлерді шақырдым деп едің, келе ме? Қасқырбай мен дәуіріні қонаққа шақырдым. Бұзаудың етін отқа қақтап беремін деп едім, қуана келісті. Бәрекелде, әйтпесе ана Қошқардан тағы да таяқ жеп қалмайық. Қасқыр деген атымыз бар емес пе? Ана екеу келсе, Қошқар мен деген мүйіздерін сындырамыз. Бармысыңдар, бауырлар? Төрлет туысқан. Мынау не өзі? Ой, байға, атып кетер. Мынау атаның мылтығы ғой.
Kettik endişe sonda. Абайламайсың ба? Сәл болмағанда қасқыр атып алыпты деген атқа қалып, масқара болатын едік қой. Қайдан білейін, атылып кетті ғой байқаусызда. Жарайды, бұзауларың қайда? Әне, анау бұтаның түбінде байлаулы. Мен барып әкеле қояйын. Ей, бұзауды қоя берші. Қазір осы жерге қошқар мен теке келеді. Қоймасаң соларды жейміз. Ол қай қошқар? Әлгі сендерді сабап кеткен қошқар ма? Ет жейміз деп келіп, таяқ жеп кетмейік. Біз туралы біреу бірдеңе деді ме? Әлде менің құлағым шалыс естіп тұр ма? Қошқар? Келіңдер, отырыңдар, сөйлесейік дегендей. Біздің уақытымыз аз. Қане, шал мен бұзауды босатыңдар. Әйтпесе... Мынау не деп тұр өзі? Сендер бізге, бөрлерге келіп, әңгіме айтпақсыңдар ма? Кім қасқыр, кім қой мұнда? Иә, қораға өздері келіп кірді. Неге енді шығармаймыз? Әңгіме түгілі. Терме айтамыз. Терме? 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 Қане қошқар, көрсет өнеріңді. Қой болсақтан момынды, күдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды. Азулыға алдыртпай, қарсаққа түс салдыртпай, шибөріге шалдыртпай, арқар мейіз қайрап ап, қасқырға шабар мекен бізде. Немене? Бәрекелді. Қыма, біз туралы айтып жатыр ғой. Сарайын сайланып, көңіліміз жайланып, құйрығымыз майланып, жайлауда жатар мекен біз. Тұғыр! Әбден басынайын деген екенсіңдер. Сен қошқар, айтқан сөзіңе жауап бересің бе? Мен жауап берем. Қошқар, өзімді бір сынап көрейінші. Қошқар, енді не істеймін? Отты 10 рет айналып жүгірейін бе? Танауыңнан айналдым, қалған құлағым мен. Сен тұра тұр, мен қазір келем. Көзіңе қарасаңшы, әлде бірдеңе дегін кеп тұрма? Иә, жоқ, дегін келіп тұр, иә. Сенің балаң бұзауды анда қасқырлар жемекші, отқа қақтап. Немене? Қайда олар? Кеттік, тезірек, мұнда! Не ол? Білмеймін. Дәулірі, бір сымағасын. Тіріде етеміз. Үйтпей ақши бермейміз бе? Сәлем, жігіттер. Міне, біз де келіп қалдық.
Міне, осылар сенің балаңды, және менің досымды отқа қақтап жемекші. Иә, осылар. Балам қайда? Баласы қайсы? Мынау ма? Мен мұндамын, әке. Кім тиді саған, балам-ау? Не, авафтар. Қазір оларды әтет қыламын. Әтет? Әтәк. Бұл жалғыз біз көпіз. Жабылайық. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Айттым ғой. Иттің күшігі. Рахмет теке, сен болмағанда қасқырға жем болар едім. Қожайынды босатайын. Бақ қайда барасың? Ынтымаққа барам деген. Бірлігіміз мықты болса, бізді ешқандай жау ала алмайды. Солай емес пе, Қошқар? Я, бірлік бар жерде тірлік бар. Қораларың жайлы екен. Маған ұнады. Жем шөпте жеткілікті сияқты. Сендермен бірге осында қыстап шығамын осыра. Қаламын десең өзің біл. Бірақ қожайын, ертең қонақ келсе қорадағы ең ірі малды соямыз деген. Өй, қайда кетті мынау? Не болды? Кадрға симай қалдық қой. Қазір, міне енді болды. Біз екеуміз баяғыдан достар едік, Атышулы теке менен Қошқар едік. Көтеріңкі көңіліміз, қызықты өтер өміріміз. Бүгіндікке 24 дубльге түстік. Бізге бүгін обед болам өзі, соқ, напиток, шашлык дегендей. Ақыл айтсаң құлағына ілмейсің ғой, өз бетіңше ештеңені білмейсің ғой. Біз екеуміз достармыз ғой, теке менен Қошқармыз ғой. Ана режиссерге айтамын, егерде осы жолда таяқ жейтін болсақ, 300 сериясына түспеймін. Мен де түспей ақ қояйын десем, гонорар беремеді. Қошқар, текст қандай еді? Сөзін ұмытып қалдым ғой. Мәссаған текст. Ойбай! Ей, оператор, крупный план алсай бізде де. Қошқар мен текені түсіре бермей. Патриотизм адамдардың қасиеттерінен айырылып, қатыгездікке,
надандыққа бет бұрғанын көрген Нұх бір күні елден безіп алыстағы таудың шыңына шығады. Сол жерде тұрып Алладан жәрдем сұрайды. Нұхтың шын ықыласпен жалбарынғанын көрген Алла оған бұйрық береді. Онда Нұхқа үлкен кеме тұрғызылды. Сол кемеге барлық жан жануарлардың сыңарын алуды тапсырады. Ал қалған тіршілік иелерін топан суға ағызып жоятынын ескертеді. Өйткені Алла адамдардың мұндай қылықтарына ашулы еді. Біз қалайда алып кеме тұрғызуымыз керек. Соның арқасында аман қаламыз. Әке, ондай алып кемені қалай жасаймыз? Балаларым, бізге ұлы құдіретті Алла көмектеседі. Енді тездетіп іске кірісейік. Содан Нұх пен оның балалары алып кемені тұрғызуға кірісіп кетеді. Тынбай жұмыс жасайды. Әрине, кеме тұрғызу оңай емес. Бірақ бірнеше айдан соң олар ойлаған кемесін жасап шығады. Кеме өте үлкен болған екен. Енді жер бетіндегі жан жануарлардың сыңарын кемеге жинаймыз. Сенбегендер осында қалады. Алла, өзің қолдай көр. Көп ұзамай аспанды бұлт жауып, жауын шашын басталады. Жауын шелектеп бірнеше ай жауғанда айналаның бәрі топан суға толып, жолындағының бәрін ағыза бастайды. Тек Нұхтың кемесі ғана су бетінде қалқып аман қалады. Күншығысты бетке алып жүзе берейік. Бір жерге кезігеріміз анық. Ал сен жануарларды қадағала. Аң патшасы арыстан жануарларды әділ басқарсын. Қарға, сенің қанатың бар ғой. Алдымыздан жер көрсең хабар жеткіз. Қарға алысқа бармады. Ол жануарлары қырылып қалған аралға келіп, сол жерде қалып қояды. Содан бері қарға өлексе жеп күн көреді екен. Сенім артқан қарғадан хабар келмеді. Қарлығаш, енді үміт сенде. Жер көрсең айтарсың. Біз осы қайда барамыз? Мұна мұхит таусылама өзі. Жүзіп келе жатқанымызға бір айдың жүзі болды. Ендігі күніміз не болар екен? Ей, қошқар, біздің жұлдызды сәтіміз туды. Ханымдар мен мырзалар, кәне сабыр сақтайық. Бұл біз үшін сынақ. Ерте ме кеш пе біз жаңа жер табамыз. Сосын жаңа өмірді қайта бастаймыз. Нұх атамыздың бізді алып шығарына толық сенемін. Ал сенбегендер не болды? Анда су астында қалды. Тағы бір мәселе. Жыртқыштар, біздерге көз сала беруді тоқтатыңыздар. Кемедегінің жаны бір деген. Ертең жаңа өмірді бастау үшін бәріміз аман болуымыз керек. Сондықтан тәртіпке берік болайық. Өте дұрыс. Жақсы айттың, Теке. Дұрыс, жақсы айттың, Теке. Бұл ақыр заманның белгісі. Ешкі қасқырға әңгіме айтып тұр. Мына мейіз басқынап тұрған жоқ. Жарай, жерге барайық. Сосын онымен сөйлесеміз.
Қошқар, қалай? Өлтіріп сөйледің бе? Білмеймін теке. Бәрі сөздеріме сынды ғой. Ертең жерге барсақ, жануарлар парламентін құруды ұсынам. Төрағасы өзім болам. Қалай? Күшті таптың ба, Қошқар? Білмеймін теке. Ең бастысы, Арекеңнің көңілін табу керек. Ареке деген кім? Әй, Маубас, Арыстанды айтам, жүр кеттік. Теке, сен керемет сөйледің. Намыс саған, Теке. Сәлем, ұрғашылар. Бұл жай бер жағы ғой. Керемет сөйледің. Жарайсың, Теке. Өзің шешен екенсің ғой. Рахмет. Қолтаңбаны ертең берем. Olgam. Ya. Ассалаумағалейкум, Ареке. Рұқсат деген, мен тияқтылар мен мүйізділердің азаматтық құқын қорғап келдім. Жыртқыштар біздерге көздерін алартып жүр. Сондықтан тияқтылардың сұранысы бойынша жыртқыштарды бөлек жатқызу керек болып тұр. Мәртебелім. Жарайт. Көпшілік сұраса қарсы емеспін. Рахмет, Ареке. Мұнда қол қойып жіберсеңіз. Әкел. Ей, тағы да рахмет, Ареке. Сау боп тұрыңыз. Бәрекелді. Бәрі ойдағыдай. Қошқар, бояуды әкел. Әлде бір ойын ойнаймыз ба? Не бұл кетті өзі? Өктісін сен бұйырмасын. Ей досым, жайшылық ба? Әлде ащы шөп жеп қойдың ба? Жігіттер, бәрі келсін бойынша. Енді сіздерге мына сызықтан өтуге болмайды. Ей, мейізбас, сен не деп тұрсың? Мынау не дейді? Теріңді тірідей сыпырайын ба? Жігіттер, мүмкін ұрыспай шешерміз. Ал сен кімсің? Итпін ғой, жұмысым солай, атым бөрі басар. Бауырым, сен бөрі басар деген атыңа жауап бересің бе? Менің адамдарға берген уәдем бар. Ей, сен бізге қарсы шықпақсың ба? Бір айналып келем. Міне, мырзалар, сабыр сақтаңыздар. Міне, Арекеңнің өзі рұқсат берді. Қағазға қол қойды. Мына Арекең қолы ғой. Жарайт, бір жолға көрерміз. Кеттік. Біз әлі кездесеміз. Құтылдық бе. Қасқырды қалай орнына қойдың, жасасын демократия. Демократия? Ол не? Қысқасы, ол әлсіздер әңгіме айталады деген сөз. Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін, теке. Әй. Бауырлар, не істейміз? Мұна тияқтылардан қалдық қой. Қарнымыз ашты. Олар қой шөп жейді, ал біз ше. Мұна дәмі жоқ жемістен шаршадым. О заманда бұ заман жыртқыштарды тұяқтылар басыныпты деген. Не масқара. Ертең ұрпақтарының бетіне қалай қарайсыңдар? Бұл сүйектеріне түскен таңба. Болды, бұдан артық шыдай алмаймын. Кім менімен бірге? Мен. Біз бәріміз. Алға, азулылар. Қошқар,
Маған тағы ой келді. Жерге жеткен соң жануарлар аруы деген жарыс өткіземіз. Ең әдемі аңды менің хатшым етіп сайлаймыз. Идея шынды ма? Білмеймін, Теке. Қошқар досым, мынау қабылдауыма жазылған беді? Білмеймін, Теке. Қағазыңа қарасайшы. Бүгін елік, тайынша және марал кіреді. Ал бұл жоқ. Інішек, тышқа күзен. Саршынақ не еді? Қысқасы менің бүгін уақытым жоқ. Келесі аптаға жазыл қабылдайым. Мынау не деп жатыр? Не, бізді өлтірмекші ме? Кімдер? Жыртқыштар ма? Немені? Ойбай, тез дабыл қағыңдар, тез! Тез! Мүйізділер алды шепке тұрсын. Көрпілер, жолды бөгендер! Бұларың не? Біз жаңа жер тапқанша Нұққа берген уәдемізде тұруымыз керек. Оған көндігендер шаталанады. Арыке, шай айтсайын деп келдім. Айтыс болса көрейік. Шық ортаға мықты болсаң өнерімді көрейік. Қане қимылдап, биге көңіл бөлейік. Қорба тимеймін, одан да бір билейік. Қасқырмын деп мақтанба, жыртқышпын деп шаттанба. Бізде осал емес пе, түсіп қалма қапанға. Қане кім ол кіндірам, кез келгеніңді сындырам. Қане шық, мүйізімді қайратам, мен бұқам бәріңді жайратам. Абайла балапан бүріп солатам, мен деген мақтыңды еңіретіп жылатам. Сарт тұрт сөздің жарқ жұрқ бірден құлатам. Қысқасы кім болсаң да қиратам. Кеме тесілді, анда су атқылап жатыр. Тез етіңдер. Жарайсың жылан, бізді құтқардың. Үлкен рахмет. Рахмет саған. Жылан, рахмет саған. Жеке жарады. Рахметті жей алмайсың. Маған басқа нәрсе бер. О, не нәрсе? Маған осы кемедегі қаны ең тәтті жанды тауып бересіңдер. Жерге жеткен соң сонымен қоректенесің. Жарайды, Жаке, бәрімізді аман алып қалғаның үшін өтінішіңді орындаймыз. Ол мәселені меніңше мазаға тапсырамыз. Маса, сұра бұлай. Не, менен басқа таппай қалдың ба? Ертең басшыларынан айырылсаңдар, күндерің не болады? Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін, Теке. Сен демократия деп едің ғой. Сен де ақылды болып қаласың осындайда. Жарайды, мен кеттім. Қазір қанаттылар партиясының жиналысында сөз сөйлеймін. Кеше тоқылдақтың үстінен арыз түсті. Түнімен тоқылдатып ұйқы бермейді екен. Оған бару керек. Ал сен, Қошқар, шөптің қанша қоры барын анықта. Жарайды, Теке. Иә, жігіттер, сәлем. Жалпы өмір қалай дегендей? Өмір емес көмір бол. Ей, мейізбас,
Senin әңгімең мына жерде тұр. Енді мен көпшіліктің. Бұттарыңдар. Sen bala көп секіріп кеттің. Я жігіттер, жайма. Біз әлі сөйлесеміз. Қарлығаш, келдің бе? Мынау жапырақ қой. Демек, жер жақын деген сөз. Жарайсың, Қарлығаш. Жарайсың, Қарлығаш. Осылай Қарлығаш адамдарды аман алып қалыпты. Міне, содан бері жыландар бақалармен қоректенеді екен. Жер көрінді, жер! Міне, біз жерге де жеттік. Тәңіріміз бізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік берді. Енді бәріміз таза жолмен жүріп, адал өмір сүруіміз қажет. Қараңды, жер! Жер деп жатыр. Не дейсің дейміз? Жер? Рахмат дәл өзі. Жер, келдік. Жарайсың, Қарлығаш. Саған сияқты жазам. Қоштар, біз енді жануарлар әлеміне жаңа қоғам орнатамыз. Жер! Алақай! Міне, Нұх пайғамбардың кемесі осы Қазығұрт тауына келіп тоқтаған. Осы жерден бүкіл тіршілік өмірін қайта бастаған екен. Өте қызық оқиға екен. Демек, әке, біз расында киелі жерде тұрады екенбіз ғой. Әрине балам. Не істеп жүрейін мынау? Естіңдер ме, бауырлар? Келесі жылы қоңыз жылы дейді. Қоңыз жылы емес, доңыз жылы. Доңыз дейді? Доңыз деген қабан ба? Олай болса, торайларға бір тоятын болды ғой. Мен туралы ғайбат сөйлеген кім? Ей, доңыз кеп тұр. Мейлі, қабан болса, қабан болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Қазақстан алға баса берсін. Берекеміз таса берсін. Түркістанның абыройы бүкіл әлемге аса берсін. Жаңа жыл құтты болсын. Асылы сәтігі болған ақ жүрекке, елегі жаңа жылда бақытқа. Қошқар достым, сен осы келе жатқан жаңа жыл қандай жыл екенін білесің бе? Білмеймін теке. Өй, сен де келесі жылы қабан жылы дейді. Онда жаман жыл емес екен. Ей, сен өзі не деп тұрсың? Қабан ол доңыз. Доңыз ол қабан. Қабан ол харам. Соны білмейтін сен баран.
козел екенсің ғой. Ей, ит жылы, ұлу жылы, жылан жылы да өтіп жатыр емес пе? Ешкім одан ит болып кеткен жоқ қой. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Өткен жылға да өкпе жоқ. Шымкентіміз мегаполис болды. Түркістан облыс орталығы болды. Құдай қаласа жаңа жылдан кейін Түркістан адам танымастай өзгеріп түрленеді. Иә, оның да дұрыс екен Қошқар. Қабан жылы болса, қабан болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Қора толы шөп болсын. Жақсылығымыз көп болсын. Жаңа жыл тек жақсылық әкелсін. Сәті бірге болған ақ жүректе, елені жаңа жылда бақытқа